Ассалаумағалейкум әлемет. Белгісіз себептермен абақтылы болған Серікжан Біләшұлын қазіргі қазақтың хас батыры. Сол батырды азат ету тұрғысында бір өлең шумақтар жазған едім. Қаймана қазаққа арнаймын бұл өлеңді. Үмітім бар, азаттан туар әлі. Шаңдай ұшар шерін ала жоқтың зары, сынақ болар Құдайдың құлдарына, сол қолмен жасаулыс мұның бәрі. Үмітім бар, үзбеймін күдерімді, шүкір айтып сеземін жүрерімді, жаратқанның жаралған құл ретінде, кең жаяйын ой табақ бір елге. Үмітім бар, ақталар, арыларыстар, күмән күдік алшақ жүр алданыштар. Үмітім бар, азаттан туар әлі, қарадан соң ақ деген жалғаныс бар. Үмітім бар, мұң күдік ала алмаған, дақ нәубеті хаққана қадалмаған. Үмітім бар, үзілмес қыл болса да, ай балталар құлаштап шаба алмаған. Үмітім бар, жын пері қаптаса да, бір секундта тып-тыныш жатпаса да. Үмітім бар, құдірет сөзде деген, үмітсіздер өз-өзін ақтаса да. Үмітім бар, сенемін хақ барына, жала саздай жабыспас аққа күні. Үмітім бар, шатасар жалалы көп, өз қолымен құраған шатпағына. Тек үміттің асылы хаққа жетер, жай үміттің ішінен таптаз етер. Бір үмітпен масайрап қарекетсіз, арыламалсыз, арылалас жатпа бекер.